Сәлем достар, сіздерге гусар костюмінің жалғасын көрсетемін. Өткен жолы пиджак тіген болатынмын, бүгін бас киімін және де шалбарын тігемін. Бұл үшін бізге атлас, паутинка, яғни желі мата және де турнитка матасы керек. Бұл жерде трикотажбен шатастырып алмаңыздар. Бұл мата өте қатты, формасын жақсы ұстайды. Видеода көрсетілгендегідей қиып аламыз. Үстіңгі жағы төменгі жағына қарағанда сәл ғана үлкенірек. Маталарды өзара үтіктің көмегімен жабыстырып аламыз. Дәл солай етіп фуражкасында қиып аламыз. Фуражка екі бөліктен тұрады. Фуражканы видеода көрсетілгендей етіп бір-біріне беттестіріп тігіп аламыз. Және де қиғаш атласының лентаның көмегімен сән береміз. Енді бас киімнің негізгі бөлігінің ортасында фуражканы және де астарды біріктіріп тігеміз. Кейін осындай әдемі тесманың көмегімен бас киімімізге сән келтіреміз. Мен бас киімді осындай жолмен біріктіріп қосамыз. Және де осылай двунитка және атласты бір-біріне жабыстырып, бас киіміміздің төбесін тігеміз. Ең соңында шынжар және салпыншақтың көмегімен бас киімімізге сән келтіреміз. Ендігі кезек шалбарында мен өткен видеода шалбарын қиып дайындап алғанмын. Енді қазір барлық бөлігін біріктіремін. Мына жерде мен белдемшесін тігіп жатырмын. Белдемшені дәл осындай етіп жуан қылып аламыз. Және де шалбарға біріктіріп қосқан кезде артына резинка қоямыз. Және де осындай өрілген әдемі тесманың көмегімен сыртқы тігістігін жабамыз. Негізі бұл тесманы ортаңғы бөлігін қоспастан бұрын тіккен дұрыс болады. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Сізге видео ұнады деген үміттемін. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.